Бұл кісіні танисыздар ғой? Иә, барлығымыз танимыз. Атырау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары, парламент мәжілісінің экс-депутаты Бақытгүл Хаменова 4 айдан бері тергеу қапасында отыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілі экс-шенеунікке қарсы пікір білдірді. Бұл туралы Экспресске жазды. Бұрынғы мәжіліс депутаты өткен жылдың 11 желтоқсанында ұсталып, 22 желтоқсанында уақытша ұстау изоляторына қамалған еді. Содан бері айтарлықтай жаңалық жоқ. Жемқорлыққа қарсы қызмет өкілі былай деді. Бақытгүл Хаменова қылмыстық кодекстің 366 бабы 3 бөлік 2 тармағы алдын ала сөз байласу бойынша қомақты мөлшерде пара алу бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр. Күдікті қазір қамауда отыр. Егер қылмыстық іс дәлелденсе, күдікті 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бақытгүл Хаменованың ісі әлеуметтік желіде қызу талқыланып, тіпті кейбіреулер ақынның сөзінен рэп құрастырды. Ел жұртына шексіз қуат беретін. Дегенмен Бақытгүл ханымның мына бір сөзі дөп айтылған.